Мен Алиева Ламия Бауыржан Момышұлы атындағы орта мектебінің оқушысымын. Сіздерге өзімнің туып өскен жерім Жамбыл облысы Шу ауданы Жаңажол ауылы туралы айтқым келеді. Менің ауылым Шу өзенінің сол жағалауында Белбасар мен Бірлік өзен ортасында орналасқан. Географиялық тұрғыда тұрақты жерде тұр. Жаңажол ауылы Шу қаласынан 15 шақырым жерде орналасқан. Ауылдың жанына Шу өзенінің ағып жатыр. Ауылымыздың ортамызында Жаңажол округінің әкімшілігін Бәйшешек балабақшасы, кітапханамыз орналасқан. Сондай-ақ ауылымызда Күнту баба мешітін орналасқан. Біздің мектебіміз Батыр бабамыз Бауыржан Момышұлы есімі берілген. Ауылымызда 17 ұлт пен ұлыс өкілдері татулық пен бірлігі жарасып өмір сүреді. Мен Азербайжан ұлтының қызымын. Біздің ауылда барлығымыз бір үйдің баласындай тату-тәтті өмір сүріп жатырмыз. Самое главное богатство – это наша земля. Благоприятный климат, плодородные земли. Водная артерия способствует выращиванию ячменя, пшеницы, арбузов, лука и свеклы. Река Шу – одна из длинных рек Республики Казахстан, а длина которой достигает более 1000 километров. Она берет свое начало с Терского Алатау и протекает через Кыргызстан и Казахстан. Река Шу богата рыбными ресурсами. Здесь обитают самы, лещи, сазаны, судаки, змей-голова, жерех и вобла. Жаркий климат, отсутствие осадков и суховея не мешает некоторым растениям приспособиться к непростым условиям. Мощная корневая система удерживает представителя флоры в почве и питает ее подземными водами, а мясистые листья удерживают добычу влагу долгое время. Из разновидностей растений у нас произрастают верблюжья колючка, чингель, пижма, подорожник, ромашка, чи и джузгун. Несмотря на пустынный климат, живность у нас все же есть. Ежик, камышовый кот, суслик, корсак, шакал, барсук и скорпион. А из птиц беркут, сокол, аист, вороны, воробьи, скворцы, шпаки, ласточки и фазаны. We love you very much, the mountains, the steep. It is my homeland. How great is my land. How wide are its expanse, lakes, rivers and fields, forests, the steep and mountains. До свидания. Салбонес. Goodbye.